біз бала түшкірсе жаракым алла деп жүргеніміздің ярхамук Аллах екенін, біздің бір жақсылық көрсек бәрекелді деп тамсанып қол соғатынымыздың ар жағында бәрәк Аллах тұрғанын біреу білсе біреу білмейді. Осыған ұқсас тағы да қазақтың тіліне еніп кеткен осы арабтың сөздері тағы қай тұстарда кездеседі? Ұшық, жер ұшықтық болады, тіпай, үф деп дем салу деген сөз. Түшкіріп дем салу пайғамбар саллаллаху келеді, түсінетінде бар. Азан айтқан кезде балаға, ат қойған кезде, аттарды қысқартып қою кезінде, мысалы айтайық, мат деген сөздерді қосу, мысалы айтайық біздегі мет деп кейін өтіп кеткен. Сондықтан бұлардың барлығы біздің рухани қазақтың тамыры, имандылық екеуі бір екенін көрсетеді. Болды, ол ажырамайды ешқашан. Қазақты дінсіз, имансыз, исламсыз елестету мүмкін емес. Ол ажырамас бір бөлік. Құдайға мың шүкір біз осы жолда болғанымызға. Ата бабаларымыздың аруағы шаттанып риза болсын. Бізді осы жолға алып түсіріп кеткен. Сондықтан біз ағашқа емес, тасқа емес, жаңағы бір көзге көріп білген нәрсе, білмеген нәрсе емес. Кәдімгі кітабы бар, ғасырдан ғасырға өткен ұлы жолы, жоралғысы бар, ұлы пайғамбары бар. Сондай мұсылман еліміз біз.